Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте тез жасалатын, начинкасы шырынды, кереметтей дәмді чебурекиді жасау жолын көрсететін боламын. Сондай қамыры көпіршікті болып шығады, ал ішкі начинкасы толықтай пісетін болады. Мінекей қараңыздар, сондай сочный болып шыққан. Ендеше қамырын дайындап бастайық. Бұл жерде қамырыңыз көпіршікті болып пісуі үшін ыстық су алатын боламыз. Оған керекті мөлшерде тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз еріп болғаннан кейін керекті мөлшердегі ұнымызды саламыз. Бірнеше бөлікке бөліп салғаныңыз дұрыс. Басында қасықтың көмегімен жақсылап осылай араластырып аламыз. Қоймалжың болып бастаған кезде 2 ас қасық сұйық майды қосуды ұмытпаңыз. Достар, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сұйық майымызды салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, қалған ұнымызды да салып бастаймыз. Осылай қоюланып бастағаннан кейін қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде қамырыңыздың ие қануы қажет, себебі оқтаумен жайған кезде жақсы оңай жайылатын болады. Мінекей жұп-жұмсақ болып қамырымыз дайын болды. Енді салмасын жасауға кірісейік. Оған дейін бетін сүлгімен жауып тыныштыққа қоя тұрайық. Ең алдымен бір дана пияз қажет болады. Салманың ішінде қатты ірі болып жүргенін қаламаймын. Сол үшін де үккіштен өткізіп тастаймын. Егер де сіз ішінде жуаның бар екені көрініп тұрғанын қаласаңыз, пышақтың көмегімен турасаңыз да болады, ұсақ етіп. Мінекей пиязымды өткізіп алдым. Енді осының үстіне керекті мөлшердегі фаршымды салып, жақсылап езгілеп, татымына қарай қара бұршымды, қызыл бұршымды және тұзымды қосатын боламын. Мінекей керекті дәмдеуіштерімнің бәрін қосып болғаннан кейін қолымның көмегімен жақсылап жуа мен фарштың араласуына көмектесемін. Осылайша салмамыз да дайын болады. Ендігі кезекте иленіп дайын тұрған қамырымды алып тақтайға қоямын. Жабысып қалмас үшін сәл ұн себелейтін боламын. Осы мөлшерден 10 дана чебуреки шығады, сол себепті бірдей 10 бөлікке бөліп аламыз. Кем дегенде бір бөліктің мөлшері 65-62 грамдай болып шығады. Барлығын біркелкі бөлуге тырысыңыз, сол кезде чебурекиіңіздің барлығы бірдей болып әдемі болып шығады. Достар, тағы бір ескертетін жай, қамырыңыз біркелкі дөңгелек болып жайылуы үшін осылайша қамырларыңыздың барлығын дөңгелек етіп, әп-әдемі етіп домалатып алыңыз. Мінекей керекті формаға қамырларымызды келтіріп дайындап алдық. Енді оқтаудың көмегімен жаюға кірісейік. Барлығын жұқа етіп, үлкендеу көлемде етіп жайып шығатын боламыз. Арасында егерде жабысып қалып отырса, ұн себелуді ұмытпаңыз. Достар, қамырыңыздың бетін сүлгімен жауып қойыңыздар. Мен ұмытып кетіппін, себебі салқын ауамен беткі жағы қатып қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде жауып қоюды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте жайып алғаннан кейін осылайша жұқа етіп салмаңызды біраз қасық көлемінде салып шығамыз. Және екінші бетіне келтіріп, қолдың көмегімен ең алдымен бекітіп шығатын боламыз. Содан кейін шанышқының көмегімен қазір видеода көрсеткендей басып шығамыз. Міндетті түрде шеткі жағының бәрі тиянақты бекітілуі керек. Мінекей осылайша шанышқының көмегімен шеткі жақтарын әсемдеп бекітіп шығатын боламыз. Мінекей осылайша барлық қамырымызды бірінен соң бірін жайып, ішіне салмасын салып, дұрыстап шеткі жақтарын бекітіп шығатын боламыз. Ал сіз чебурекиді жақсы көресіз бе? Мен өз басым қатты ұнатамын. Әсіресе ыстықтай, пісіріп болғаннан кейін жеген өте керемет қой. Ішіндегі начинкасының соғы ағып, дәмді болады. Сіз де егер жасаған болсаңыз, бірден ыстықтай үй ішіңізге ұсыныңыз. Бірақ та бір қауіпті жағдай бар. Не екенін білесіз бе? Ол егерде ыстықтай ұсынып дәмді чебурекиіңізді жасайтын болсаңыз, үй ішіңіз мазаңызды алатын болады. Қайта пісіріп шаршап қалуыңыз мүмкін.
Көңілім үшін әзілім өтті деп айта салыңыз енді. Мінекей чебурекеларымыз дайын. Орташа отта қызып тұрған майымызға ақырын ғана орналастыратын боламыз. Содан кейін бір жағы қызарғаннан кейін шанышқының көмегімен екінші бетіне аударып аламыз. Осылайша екі жағын әдемі етіп қызартып пісіріп алатын боламыз. Еш уайымдамаңыз, орташа отта тұрған болса, ішіндегі салмасы толықтай пісетін болады. Мінекей дайын болды. Енді шанышқының көмегімен қағаз сүлгі жайылған ыдысымызға орналастырып алатын боламыз. Шанышқымен ұстаған кезде абайлаңыз, себебі қамырды тесіп кететін болса, ішіндегі салмасының соғы шығып, майыңыз шашырауы мүмкін. Мінекей достар, бар болғаны осы. Көпіршікті, дәмді, кереметте чебурекеларымыз дайын болды. Сіз де ерінбей жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап тамашалағаныңызға алғысымды айтамын.